Халық үшін қызмет ету нағыз азаматтықтың белгісі. Шындық үшін жан кешу ғалымның қасиетті борышы деп жазып қалдырған Қайым Мұхамедханов, халқымыздың рухани еңсесін тіктеген, өрелі ойдың, өркениетті зерденің айрықша өкілі. Ол абай әлемін жаңғыртқан, мұхтар сенімін ақтаған, ақиқат жолында бүкіл өмірін сарп еткен қайраткер. 1916 жылы киелі Семей топырағында дүние есігін ашып, жастайынан ел мен еркіндікке, қалам мен кітапқа құштар болды. Абайды бала күннен жүрекке сіңіріп, кейін сол ұлы мұраның шырақшысына айналды. Ел ұмытқан есімдерді қайта тірілтті, Сұлтан Махмұдты сөйлетті, Ахметтің рухын қорғады, Мұхтардың сенімді серігі болды. Оның қаламынан туған әрбір жол халықтың жадын оятты. Әрбір пьесасы үнсіз тарихтың үніне айналды. Шындық уақыттан биік. Уақыт өтеді, шындық қалады деп өз айтқандай, оның сөзі де, ісі де уақыт сынағынан сүрінбей өтті. Көп томдық рухани мұрасының 7-ші томы Қайымның көркем ойы мен азаматтық парасатын тоғыстырған әлем. Ондағы әр бет шындықпен өрілген тағдыр, әрбір жол халық санасында жаңғыратын тылсымын. Сөзден гөрі көру тереңірек түсіндірер деп қазағымыз бекер айтпаған. Сөздің қуаты тілмен емес, жүрекпен сезіледі дейді дана халқымыз. Ақынның пьесаларының эстетика топтамасына тоқталайық. Перне. Сөз шындықтың кілті. Ал шындық кейде үнсіздікте күмбез салып жатады. Перне жанның ішкі тылсымын қаузайтын ауыр үн. Ер білісай. Жан жарасы ұмыт қалған сезімнің елесі. Ер білісай, сағыныш пен үнсіз үміттің ескі сүрлеуі. Майданнан майданға. Соғыстың шуы тынғанмен жүректегі майдан мәңгілік. Бұл пьеса ажал мен аманат арасындағы адамды іздеу. Қайым Мұхамедханов 7-ші том. Шығармалар жинағы.